Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Аян және бұл өмір хикаясы арнасындағы жаңа авторлық әңгіме. 1942 жыл. Қаламкас жарты жасар қызымен жалғыз қалды. Оның заңды күйеуі Ербол ауылдағы майданға алынбаған жалғыз тракторшы еді. Бірақ ол жас көршісі Ләззаттың арбауына шыдай алмады. «Мен оны сүйемін, өзіңді қор қылма, босқа жалынба», деді де киіз қоржынын иығына салып шаңырағын тастап кете барды. Қаламқас аштықты да, суықты да, елдің қаңқу сөзінде бастан кешірді. Ол нан зауытында жұмыс істеп, адалдық пен шындық өз жағында екеніне сенді. Жеке бақытынан күдер үзе бастағанда, ауыл шетіне тоқтаған көшпелі балгермен кездесу бәрін өзгертті. Көнегөз кейуана оның алақанына қарап: «Саған бақытың шығыстан келе жатыр», деді. Бүкіл ауыл Қаламқастың бұл үмітіне күлді. Бірақ 1946 жылдың қарашасында жеңіс туы желбіреп, ел ес жия бастағанда, ауылға соғыс қаһарманы қиыр шығыстан қайтқан Бауыржан оралды. Ал Ербол өзгенің бақытына жай барақат қарай алар ма екен? Ал кішкентай Нұрсәуле көп жылдан кейін нағыз әкесін қалай қабылдайды? Бұл шынайы оқиға. Сабыр түбі сар алтын екенін дәлелдейді. Әйел шаң басқан ауыл жолмен келе жатып, «Бәлкім, босқа төменшіктеп бара жатқан шығармын», деп ойлады. Бірақ соңғы рет болса да, ақ некелі жарын ұятсыз әйелдің құрығынан құтқарып қалуға тырыспақ. Оның жарында шариғат пен заң, артында жөргегіндегі сәбиі. Ал күндесі Ләззат болса, оң босағада отырып қалған, тағдыры тәлкекке түскен жан еді. Оның айттырған жігіті соғыстың алғашқы айларында аттанып, қара қағазы келген болатын. Ләззат қара жамылып отырудың орнына елдің көзіне түсіп, Қаламқастың күйеуі Ерболды айналдыра бастады. Ербол тракторшы болғандықтан броньмен ауылда қалған. Колхоздың егінін егіп, шөбін шабатын еркек кіндікті саусақпен санарлық қана еді. Оның үстіне бала кезіндегі дерттен құлағы ауыр еститін, соның да әсері болар комиссия өткізбеді. Ауылда еркек азайған соң, қалғандары ханның қызын алатындай кердеңдей бастаған. Қаламқас күйеуіне соңына дейін сенді. Бірақ елдің сөзі сап тыйылмады. Ерболды Ләззаттың шарбағының қасынан көрдік. Оның есігінің топсасын жөндеп бердім. Ақысына бір уыс махорка берді. Елдің өсегіне ерме деп, Ербол әйелін алдарқатып қоятын. Бірде Қаламқас жұмыстан шаршап келсе, Ербол үйде жоқ. «Апа, Ербол қайда?» деп сұрады ол, төрде баланы тербетіп отырған анасынан. «Қарағым-ау, жаңа ғана кетті. Заттарын жинап, енді басқа жерде тұрамын деді» деп. Анасы көзіне жас алды. «Қайда кетеді? Не айтып тұрсыз?» «Балам, өзіңді қор қылма. Жасын 24-те, әлі-ақ бағың ашылар. Ол апасыздың артынан бар ма?» Қаламқастың көзіне қан толды. Ол Ләззаттың үйіне қарай жүгірді. Барса, Ләззат алда керіліп, кір жайып жүр екен. «Ой, Қаламқас, неге келдің?» деді ол мысқылмен. «Күйеуімді қайтар. Оның некелі жары менмін, артында баласы бар. Саған бірнеше теңге үшін намысынды сату оңай шығар, бірақ өзгенің отбасын бұзған бақыт таппайды». «Күйеуіңді мен байлап алған жоқпын» деп күлді Ләззат. «Өзі келді. Енді бақытты мен де сезінейін». Сол сәтте үйден Ербол шықты. Оның жүзінен ұялу нышаны байқалмады. «Қаламқас, ауылға жайылып, өзіңді де мен де масқара қылма. Мен Ләззатты сүйемін. Қызыма көмектесіп тұрам. Ай сайын ақшасын беріп жіберем. Бірақ бұдан бұлай осы шаңырақта тұрмаймын». Қаламқастың төбесінен мұздай су құйып жібергендей болды. Жүрегі соғыстан да бетер жараланып, шарасыздықтан егіліп жылап жіберді. Бірақ ол әлі білмейтін еді. Бұл ауыр сынақтың артында үлкен сый, нағыз махаббат күтіп тұрғанын. «Өз дауысымды өзім естімей тұрмын» деді Қаламқас сол кезде таңырқат. «Мен шағымданамын. Бүкіл ауылға масқараңды шығарып, бастықтарға дейін барамын. Біздің махаббатымыз масқарадан да күшті» деп Ләззат мысқылдап күлді. «Ел айтады да қояды. Ал сенің бастықтарың не істей алады? Оны саған күштеп сүйгізе ме? Оны үйіне қайтарған күннің өзінде ол түнді бәрібір менің қасында өткізеді. Сосын өзің-ақ елден ұялып, басынды көтере алмай қаласың». Көршілер саған мүсіркеп қарайды. Ал кейбірі, байына ие бола алмаған соң, кінә өзінен,
Жаман әйел болған ғой деп артынан күледі. Қаламқас көз жасын тия алмай үйіне қайтты. Анасының айтқаны рас екен. Босқа барып өзін қор қылды. 1945 жыл. Көптеген қазақ әйелдер сияқты ол да іштегі мұңын жұмыспен басты. Анасы мен сәбиінің амандығын ойлап, күні-түні еңбек етті. Әсіресе картоп шықпай қалған жылдары аштық қатты қысты. Нанның әрбір қиқымы бір уыс бидай алтынмен тең еді. Қызының аш көздермен жәутеңдеп нан сұрағанын ол ешқашан ұмытпас. Нанымыз жоқ ботам, дейтін Қаламқас шарасыздықтан егіліп. Күнжара болса да берші мама, күнжара жегім келеді, деп жылайтын кішкентай Нұрсәуле. Бұл өте ауыр кезең еді. Ерболдан келетін көмек мардымсыз болды. Кейін ол ләззатын ертіп, басқа жаққа жұмысқа ауысып, ауылдан бір жола кетіп тынды. Содан кейін Қаламқастың жаны сәл де болса тынышталды. Олардың бақытты жүздерін көрмеу, жұрттың аяушылықпен қараған сөздерін естімеу ол үшін жеңіледі. Жеңіс жылы. 1945 жыл келді. Жеңіс пен қуаныштың жылы. Қаламқас ерен еңбегі үшін медальмен марапатталды. Ол күндіз колхоздың жұмысында, ал түнде майшамның жарығымен майданға шұлық пен биялай тоқитын. Ауылға ер азаматтар орала бастады. Сағына күткен қалыңдықтар тойға дайындалып жатты. Ал Қаламқас тек сырттай бақылап қана қоятын. Ол менің дәуренім өтті деп есептеді. Ол кезде оның жасы 27 деді. Ауылдың өлшемімен қарағанда ол отырып қалған, балалы, ажырасқан әйел. Жастықтың оты жанып тұрған бойжеткендермен қалай ұйық тірестірмек? 1946 жыл тамыз. Ауыл шетіндегі тоғайға сығандар келіп тоқтады. Қаламқас олардың сәуегейлік жасайтынын естіп, баруға бел буды. Қолында Ербол салған күміс неке сақинасы бар еді. Онымен қоштасуға еш өкінген жоқ. Өткенді ұмытып, жаңа өмір бастау керек қой. Енді әйелі болмаған соң, бұл сақинаны тағып жүрудің де мәні қалмады. Ешкімге айтпай, кешкісін сығандарға барды. Болашағыңды білгің келе ме, сұлуым? Деді қара торы, өткір көзді келіншек. Қаламқас сақинаны ұсынды. Күміс пе? Ештеңе етпес. Тағы нен бар? Басқа ештеңем жоқ. Тек бақшадан қазып алған бір дорба картобым бар, деді Қаламқас қысылып. Сыған әйел карталарын жайып тастап таңырқай жымиды. Не көріп тұрсың? Саған шығыстан күйеу келе жатыр. Бар көріп тұрған осы. Қаламқас көңілі қалып бетіне қарады. Шығыстан? Қытай ма сонда? Деп іштей мысқылдады. Тыңда, карта өтірік айтпайды. Бұрынғы сүйгенің сенің тағдырың емес. Ол жаны бос, нашар адам. Ал алдағы бағың үлкен. Бар енді, сені анаң мен қызым күтіп отыр. Қаламқас ауылға қайтып келе жатып, өз ойынан өзі күлді. Қайдағы бір сығанға сеніп жүрген мен де қызықпын. 2 күннен кейін құрбысының тойында бұл оқиғаны айтып беріп, бәрін күлдірді. Қаламқас, сағанда күйеу табамыз, әлі-ақ тойыңды өткіземіз, деді құрбылары. Қой, маған ешкімді іздемей-ақ қойыңдар. Маған шығыстан күйеу келеді деп бал ашып берген, деп Қаламқас та қосыла күліп, жастардың денсаулығы үшін тостаған көтерді. 1946 жыл, қараша. Міне, мен де келдім анашым, деп Бауыржан арықтап, қартайып қалған анасының құшағын алды. Аман-есен оралдың ба, құлыным? Анасы қуаныштан еңіреп жылады. Бауыржан тек Ұлы Отан соғысына ғана емес, Жапонияға қарсы соғысқа да қатысып, Пиыр шығыста тағы 1 жыл шекара күзетінде болған еді. Енді жақсы күндеріміз алда, деді әкесі Бауыржанның иығынан қағып. Енді сені үйлендіреміз, немере сүйіп, мәз-мейрам боламыз. Сабыр етіңіз әке, деп жымиды Бауыржан. Алдымен ес жиып, елге үйренейін. Ал жарымды өзін таңдаймын. Маған жаны тыныш, үйге құт беретін, қайқамқор жарым болса болды. Ал мен оны аялап өтпекпін. Жолда кездескен жанға үйлене салмаймын. Осы ауылға жеткенше небір пысық қыздар мені иеленіп қалғысы келді, деп Бауыржан күліп алды. Бірақ мен саған анашым, саған әке асығып келдім. Шынында да Бауыржан атпалдай азамат еді. Жасы 29-да, кеудесі орденге толы. Еңселі, батыл, көрген жанның көзі тояды.
Арада 2 апта өткенде, Бауыржанның анасы көрші ауылға туыстарына барып қайтты. Үйге келгенде, жүзінде жұмбақ күлкі бар. Не болды анашым? Жүзіңіз жайнап кетіпті ғой. Барып қайттым балам. Саған лайықты жар тапқан сияқтымын. Бауыржан күліп жіберді. Анашым, менің өз бетімше жар таңдауға шамам келмейді дейсіз бе? Жоқ, балам. Мен сенің арманыңдағы саған нағыз керек жанды таптым. Ол кім екен соншалықты? Бауыржан анасының қолынан сипап жымиды. Күле берме балам, тыңда. Есімі Қаламқас. Бірақ ол бойжеткен емес, бұрын тұрмыста болған бір баласы бар келіншек. Апа, бұл не дегеніңіз? Тоқтай тұр, сөзінді бөлме. Ол тыл ардагері. Ерен еңбегі үшін медалі бар. Қолынан келмейтін жоқ, ісіне тиянақты. Біз тәтішпен үйіне кіргенде бәрі жарқырап тұр. Қабырғаларының аппақтығынан көзін ұялады. Төсек орны жинаулы, көрпелерін өзі құрақтап тіккен, тоқи да біледі. Қызы Нұрсәуле 4 жасар. Сондай пысық, ақылды бала. Ауласында бір тал артық шөп жоқ. Жұмыстан қолы босамай жүріп, бәріне үлгереді. Мінезде жайдары, биязы. Әдемі ме, апа? Сұлу болғанда қандай? Қолаң шашы беліне түседі, кек сәл арықтау екен. Оған ештеңе етпес, ет жинатып алармыз. Құдайға шүкір, заман түзеліп келеді. Тұрмыста болған дейсіз бе? Сондай ақылды, сұлу келіншекті еркегі қалай тастап кеткен? Өйткені оның жаны бос адам болған. Жас қыздың арбауына түсіп кетті. Ләззат деген жетім қыз еді. Тәрбие берер ешкімі болмаған соң ұятсыздыққа барды. Ал сен, балам, есті жігітсің. Бар, көріп қайт. Ол қазір наубайханада жұмыс істейді. Келесі күні Бауыржан наубайхананың жанына барды. Қаламқастың түрін танымайды. Жұмыс ауысымы аяқталып, әйелдер сыртқа шыққанда, ол басына орамал тартқан, беліне дейін өрілген қолаң шашы бар сұлуды көрді. Көздері үлкен, әлемге байсалдылықпен қарайды екен. Қаламқас, үйге қайттың ба? Деп сұрады бір әйел. Бауыржан сырттай бақылап тұрған ару селк ете қалды. Демек бұл сол Қаламқас. Үйге. Менің ұлымды көрсең, қазір барам деп айтшы. Жақсы. Ол көше бойымен жүре берді. Бауыржан болса, таңданыспен соңынан қарап қалды. Содан соң оған жетіп алып, қысылыңқырап сөйледі. Кешіріңіз, Ибраевтардың үйі қай жерде екенін айтпайсыз ба? Мен ондайларды танымайды екенмін, деді ол таңырқап. Мүмкін мен фамилиясын қателесіп айтқан шығармын. Оқасы жоқ. Рұқсат болса, сізді шығарып салсам? Бауыржан оның қасында тағы біраз болғысы келіп, не айтарын білмеді. Неге? Мүмкін сіз маған ұнап қалған шығарсыз. Есімім Бауыржан. Менің есімім Қаламқас. Бірақ мекенжай сұрап, мені шығарып салудың қажеті жоқ. Қолым тимейді, деді ол нық сөйлеп. Қадамдарын тездетіп алға озып кетті. Бауыржан болса, жымиып өз алдына бет алды. Үйге кіре сала, ол ата-анасына: жуырда құда түсіңіздер, үйленемін деп кесіп айтты. Құдалық. Ойбай-ау, тәтіш-тәтей, бұл не қылғаныңыз деп Қаламқас таңырқап күлді. Көршісі Тәтіш Бауыржанның әке-шешесін ертіп, Қаламқастың ауласында құда түсіп тұр еді. Қаламқас, күлме балам. Бауыржан алтын үзігіндей жігіт. Мен оны бесігінен білемін. Мен оны танымаймын ғой деп, күлкісін тия алмады келіншек. Бұл жағдай оған өте қызық көрінді. Қалай танымайсың? Жаңа ғана наубайхананың жанында кездестіңдер емес пе? Сол кезде ғана Қаламқастың есіне әлгі жігіт түсті. Солай деңіз. Демек, әңгіме сол Бауыржан туралы екен ғой. Ол мен туралы не біледі екен? Ештеңе де. Мен де ол туралы түк білмеймін. Ол сен туралы бәрін білет деп, Бауыржанның анасы алға шықты. Мен сенің үйіңе келіп, бәрін өз көзіммен көрдім. Ал менің ұлым Бауыржан нағыз үйдің адамы. Ол ешқашан теріс жолға баспайды, сені аялап өтеді. Бүкіл соғысты өткеріп, шығыста жапондармен соғысты, шекарада болды. Шығыста дедіңіз бе? Қаламқас басын артқа тастап, қарқылдап күлді. Айналасындағылар оның неге сонша мәз болғанын түсінбеді. Тек ол ғана сыған әйелдің бақытың шығыстан келеді деген сөзін есіне алған еді. Жақсы, төрлетіңіздер құдалар. Шай үстінде сөйлесейік. Жаңа өмір. Қаламқас бірден келісім бермей, күйеу жігітті жақсылап тануды жөн көрді.
Олар 2 айдай сөйлесіп жүріп, 1947 жылдың ақпанында некелерін қиды. Олардың арасында бірден лапылдаған сезім болған жоқ. Бірақ үлкен құрмет пен сыйластық орнады. Бауыржан шынымен де керемет жар болып шықты. Ол кішкентай Нұрсәулені де бөтен көрмей бауырына басты. Қыз бала оны бірден папа деп атап кетті. Олар Қаламқастың үйінде тұрды. Өйткені келіншек қарт анасын тастап кеткісі келмеді. Бауыржан ұста болып жұмысқа орналасты. 1947 жылдың қарашасында олардың ортақ қызы дүниеге келді. Қаламқас басында Бауыржан өз баласын артық көріп, Нұрсәулені шеттете ме деп қорыққан еді. Бірақ ол қателесті. Бірде Қаламқас Нұрсәулені бір тентектігі үшін шыбықпен ұрмақ болғанда, Бауыржан шыбықты тартып алып, балаға қол көтерме, бәрін сөзбен түсіндіру керек, деп кейді. Сол сәтте Қаламқас күйеуін бұрынғыдан да бетер сыйлай түсті. Өткен күннің елесі. Бірнеше жылдан кейін ауылға Ербол келеді. Көршілер Нұрсәулені көріп, «Нұрсәуле, анау сенің туған әкең келді, барып сөйлеспейсің бе?» дейді. «Қандай әке? Менің әкем қазір ыстаханада жұмыста», дейді қыз бала таңырға. «Жоқ, ол нағыз әкең. Менің әкем сол кісі, маған басқа әкенің керегі жоқ», деп Нұрсәуле үйіне кіріп кетеді. Қаламқас мұны естіп, іштей қатты толқыды. «Егер сөйлескің келсе, мен қарсы емеспін», деді ол қызына. Бірақ Нұрсәуле басын шайқап, «Маған оның керегі жоқ», деді. Қаламқас жемілдеп қалды. Оның бойында Ерболға деген ешқандай өкпе қалмаған еді. Қайта ризашылық сезімі болды. Егер Ербол кезінде оны тастап кетпегенде, ол Бауыржан сияқты алтын адамды жолықтырмас еді. Бақытты соң. 1955 жылы олардың ортақ ұлдары дүниеге келді. Бауыржан балаларының бәрін тең көріп, жарын шексіз сүйді. Олардың махаббаты уақыт өте келе нығая түсті. Бауыржан өз қолымен 3 бөлмелі еңселі үй салып, үлкен шаруашылық құрды. Олар осы шаңырақта ұзақ та бақытты ғұмыр кешті. Балаларын өсіріп, немере шөбере сүйді. Қаламқас 2003 жылы дүниеден өтті. Ол кеткен соң Бауыржанның өмірі мәнсізденіп қалғандай болды. Ол жарынан кейін небәрі 5 жыл ғана өмір сүріп, 2008 жылы мәңгілік сапарына аттанды. Ұрпақтары оларды әрқашан үлгі тұтады. Бұл хикая бізге біреудің көз жасына бақыт орнату мүмкін емес екенін, ал шынайы сабыр мен адалдықтың сыйы әрқашан болатынын көрсетеді. Құрметті оқырман, ләззат сияқты өзгенің бақытын ұрлап, бақытты болу мүмкін де. Тағдырдың қиянатшыларды жазалағанын өз өміріңізде көрдіңіз бе? Ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Тәңірім әрбір шаңыраққа тыныштық, әр жүрекке қуаныш сыйласын. Балаларыңыз бен немерелеріңіз аман болсын. Әмин.